Қайырлы күн, қалдарыңыз қалай? Мен оң жақтан сол жаққа қарай ауыстым. Себебі басқа видео сіздерге көп мешать етіп қаттым. Сол себепті сол қателікті дұрыстау үшін осы жолы сол жаққа қарай ауысып отырмын. Давайте енді келесі, егер сіздер бірінші сабақты көрмеген болсаңыздар, мына жерден көрсеңіздер болады. Ал егер көрген адамдар болатын болса, білесіздер да, екінші сабақта мен сіздерге вот мынаны координаны қалай жасау керек, мына артық фонды қалай жасау керек, мынау переходтарды қалай жасау керек, соны сіздерге үйретемін деп уәде берген болатын. Ендеше соның барлығын сіздерге үйретейін, көп уақыт созбай. Кеттік, бастадық онда. Так, ол үшін бізге тағы zero блокты создавать етуіміз керек. Редактировать блок, мынаның барлығын біз алып тастаймыз. И мына жерде картина кіреміз, бағанағы фон бізге қажет. Ол фон бізде қайда? Ол фон бізде мына жерде, мына фонға кірдік. Так, мына фонға кірдік. И мына жерде біз оны қара қыламыз. Мына жерде тоже біз істейміз, қара қыламыз. Мына жерде бізде басында 40% болған, мына жерде 40%-ке қоямыз. И мына жерде біз scroll болмайды, бізде fix болады. Фиксация жасап қоямыз мына жерде былай. И мына жерде енді бізге керек у нас адекватные цены дейді. Осыны жасаймыз. Ол үшін біз ана сөзді скопировать етіп алдық. Мына жерде біз ақ қыламыз. И бізде мына жерде робот емес Montserrat болады. Montserratқа қойдық. Хоппана ставить еттік. Мына жерде біз бұны жуан қыламыз. И жуан қыламыз да бұны біз үлкейтеміз былайынан. Шеті бойынша выравнивать етеміз. Былай жасадық. Бізге слишком қатты шіли дейді ғой кей оңтүстіктің адамдары. Сол сияқты бізге қажет жоқ. Біз мына жерде цены дегенді ерекшелеуіміз керек. Біз оған қызыл түс беруіміз керек. Ол үшін біз қайтадан бастан бастайын да. Ол үшін біз осыны белгілеп аламыз. Мына жерде color деп тұр ғой. Соны былайынан қызыл түске дейін өзгертеміз. Міне, қызыл түске дейін өзгерттік. Енді оппана. Осылай біз бұны осылай өзгертеміз. Ал енді мен сіздерге айттым да, мынау артық фонды қалай жасасақ болады. Бұны біз тильданың өзімен жасай алмаймыз. Біз бұны жасау үшін басқа бір приложение керек. Ол бізде Figma деген приложение. Бұны кейбіреулеріңіз естулеріңіз де мүмкін. Негізі көп веб-дизайнерлардың почти 80% көбісі айтады, Figmаны маған рекомендовать етеді. Figmада жасаған ыңғайлы дейді. Сол себепті Figmаны аламыз. Ол үшін біз жаңағы сөзімізді былай жасаймыз. И бұны біз үлкейтеміз. Оны үлкейту үшін бізге мына жерде қанша процент қойсақ болады? 96% бар екен мұнда. 96% болып тұра берсін. Біз бұл жерде эффект деп тұр ғой. Эффект қосамыз. Эффектті қалай қосамыз? Эффектті қосу үшін біз былай кіреміз. И мына жерде біз эффектті қосу үшін бізге артық фон ақ болу керек. И біз мына жердегі негізгі основной фонды ақ қылып жібереміз. И бұған біз эффект қосамыз. Эффектті біз кішкене қоңырыштау болады. И мына жерде blur дегенді 0-ға қоямыз. Аны біз оң қыламыз. Оң қылсақ та болады, немесе бұл жерде оң қылмай қояйық. Бұл жерде давайте біз алтқа қылайық. И мына жердегі алып тастайық. Дәл осылай біз бұны енді экспортировать етеміз. Экспортировать ету үшін біз SVG форматында бұны скачать етіп аламыз. Так, скачать етіп алдық. Ал енді дальше не істейміз? Дальше біз бұны былай хоппана ставить етеміз. Бір тұстырма. Жерде бір фон пайда болды. Маған бірақ ұнап тұрған жоқ бұл. Маған бұл ұнап тұрған жоқ. Сразу айтайын. Сразу айтып тастайын. Ұнап тұрған жоқ маған бұл. Так. Бұны давайте біз негізі 10-да рекомендовать еткен негізі. 10 дейік. Мына жерде кішкене
шірей болып кетті. Мен мынаны не қойып жатырмын ғой. Оны тұра берсін, енді көрейік эксплуатировать етіп. Эксплуатация жасайық, эксплуатировать етейік. Мынаны эксплуатировать етуіміз керек. Так, енді көрейік. Енді бізде более-менее болды, да? Енді біз мына жерге кішкене төмен түсіреміз. И бұған біз прозрачность береміз. Прозрачностьті біз бұл жерде 15-ке қойсақ жетіп отыр. 15-ке қоямыз. И бұны біз үлкен қыламыз. Үлкен қыламыз да, и цены дегенде осылай жасап қоямыз. Бұны өзінің бір әдемі әрбірет. Енді сіздерге айтайын, Ctrl-L-ді басатын болсаңыздар, мына жерде осыны сіздер фиксация жасап тастайсыз. Баға былай неткенде біз бұған тиісе алмаймыз, біз бұны қимылдата алмаймыз. Өйткені біз бұған заңдық қойып тастадық. Ал алатын болсақ, біз бұның бәрін ала аламыз. Ал бұндай бізге мешайт жасамау үшін біз бұны фиксация жасап тастаймыз. И бұны жауып тастаймыз. Все, болды бізде. Бұл бізді қинамайды енді. Бұл бізге тиісе алмайды. Осылай жасадық. Дәне деп тұр. Мынаны астан былай хоп тартып қоямыз. Ал енді келесі бөлімдерге кеттік. Бізге ол үшін шейкер керек. Картина керек. Оппана. Ставить еттік. Барлығын по центрам выравнивать етеміз. По центрам выравнивать еттік. Ал енді. Настой. Так, жоқ, настой емес. Не қайда кетті? Менің суреттерім бар еді ғой. Так. Мынаны жабайық, Құлай сразу. И сабақтар деген бар. Міне. Мына кішкене ашамыз. Сабақтарды былай қоямыз. Так. Былай содан кейін тастай береміз. Әппен болады ғой. Так, мынаны былай тастаймыз, мынаны былай тастаймыз. Все болды. Мынаны көйтеміз. И все. Так, біздің пиццаларымыз дайын болды. Енді қарайық, пиццамызды қарайықшы. Пиццамыз былай тұр, енді дәл солай пиццамызды қояйық енді. Мына жерде пикселін тарылтамыз. Қанша? 250 қояйық па? Пикселін? 250 пиксель қояйық байнан. Кішкене былай тұрсын. Мынаның бәрін солай 250 қойып шайық. Суреттерімізде бірдей болады ғой. 250 пиксель. 250 пиксель. Ал енді. Бұның барлығы негізі ат-центрын бірдей тұр. Ат-центрын барлығы бірдей тұр. Бұны даже линейкамен тексеріп алсақ та болады. Ctrl-H линейка, ал Ctrl-Shift-H ол бізде вертикальный және горизонтальный, да? Так. Мынау вертикальный болады. Горизонтальный айырмамен. Так, келесі. Бізге енді шейкер керек болады. Шейкер керек болады бізге. Шейкерді примерно былайға балайық. И былай қимыл жаққа жылжытамыз. Былай жылжытып алдық. Роман. Енді мына шейкерді біз так. Енді мына шейкерді былай қояйық. И намымызды былай қарай жылжытып алайық. Міне. Екі шейкеріміз осылай. Бұл шейкерлерді нешен қоямыз? Мына екі шеті мен мына екі шеті бірдей прям сызғышпен ұстаған сияқты болсын да. Ал енді мына шейкерді тағы ортасына қоямыз. И былай қимылдатамыз. Блин. Болды. Былай қойсақ. Былай қимылдатамыз. Мен дұрыс болмай қалды. Оны былай жасайық. Былай жасаймыз. И мына жерде шейкер. Бірде қанша болып тұр? Жарайды.
аламыз да. Самый главный ана жақтарды дұрыстап алдық қой. И баянан етіп қоя саламыз. Біздің пиццаларымыз уже дайын тұр. Мына трюкім өтпей қалды негізі сіздерге. Негізі басқа жерлерде жақсы өтеді бұл трюк. Так, осылай жасадық. Бізде мынау кішкене пиксель, кішкене 10 пиксель қосып жіберейік. Кішкене былай қарағанда кішкене төмендеу. Кішкене 2 пиксель қосып жіберейік. Ана қосып жіберейік. Енді картиналарға байланысты кейде пиксельдер қармай қалады. Бұл себепті өз байынан қойып жіберсеңіздер болады. Кішкене сілейіп қойып 57 қылып қойсақ, 57 емес 50 алды. Болды. Все. Біз пиццаларымызды орналастырдық, иә? Ал енді келесі. Енді пиццаларымызды ат қоюымыз керек қой. Пиццаларымызға ат қойып шығайық. Тест, сразу. Пицца бір бөле. Так. Атта жаман екен. Так. Монсарратқа қоямыз. И мына жерде бұны біз жуандатамыз. Монсаррат қой бізде. Жуандатамыз. Хаппана. Happy end болады бұл. 30 қылсақ. Кім болып кетеді екен? 8 болып та берсін. Былайдан кішкене бүйтіп алайық. Ертең өзімізге проблема болады. Давайте мен аттарын қоймай қояйын бұл жерде. Не қойсам қоя салайын ба? Қойсам қоя салайыншы. Негізі бұны менің мақсатым негізі сіздерге басқа нәрсені түсіндіру ғой. Бірақ визуально сіздерге көрсете салайын. Былайынан былай қоямыз. Былайынан былай жасаймыз. Мына ең болсын бұл. Барлығын композиция бойынша бірдей қылуға, хотя бы көзбен бірдей қылуға тырысыңыздар. Өйткені ол всегда клиенттің көзіне приятно көріну керек. Так, мынаны біз былай жасаймыз. И қанша пиксель қойсақ болады бұл жерде? Біз давайте сіздермен 200 пиксель қояйық. Нормально бола ма? 200 пиксель нормально болады. И мына жерден шынымызда 2 қыламыз. 2 болып кеткен. 3 қылайық. 3 қыламыз. И бұған біз бұл түс береміз. Хоппана. Әп-әдемі болып көрініп қалды, иә? Енді мына жерге біз дәл линейкамызды қоямыз да. Дәл линейка бойынша қойып шығамыз. Қойып шықтық. Даже керек десеңіздер, сіздер былай жасасаңыздар да болады. Дәл осылай выравнивать етсеңіздер болады. Мен осылай. Примерно ана жағы келіп тұр. Так, келесі. Ой, мен қайта дейін таңдай бердім ғой. Келесі бізде текстті қоямыз. Тексттерді хаталарда қоя салайық былай. Робот таңдаймыз. Мына жерде бізде по-любому 16 болып тұру керек. Осылай қойып шықтық. Осылай қойып шықтық. Сравнивать етеміз. Тап. Қойып шықтық. И по центру композиция жасаймыз. Негізі желательно сіздерге қойдыңыздар ғой былай. И қоясыздар. Дәл ана немен, мынау жазуларыңызбен бірдей болып тұрған жақсы да, өйткені әдемі көрінеді.
көздеріңізге приятно болады да. Сол себепті барлығын қарапайым ереже ғой. Барлығы осылай түзу болса, міне былай әдемі көрінеді да. Ал енді осының барлығына біз не істейміз қазір? Біз осының барлығына қазір кнопка қосамыз. Кнопка қосып шығаймын қазір мен бұған. Кнопканы белгіледім. Заказать. Добавить корзину десе де болады. Заказать. Былай жасадық. Мынаны кішкене жазуды кішкене 20 қылайық. 20 қылайық. Ең ана кішкене кішірейтейік. 18 қалсын. Кішірейтейік. Ең ана жерде қара қылсаңыздар да болады, ақ қылсаңыздар да ақ болып көрінген әдемі көрінеді екен. Мұнда давайте кем бере салайық. Кемде 60%. Мұнда 5, мұнда 5, хап. И мына жерден біз қазір примерно осылай тұрсын. Не, бұлай тұра береді. Қоямыз, қойып шықтық. Міне, енді қойып шықтық. Бұны біз сохранить етейік. Ал енді міне опубликовать еттік. Келесі страницамызға қарай өттік. Міне. Қалай? Жақсы көрінді ма? Көзге де приятно, өздеріңіз мойындаңыздаршы. Барлығы түзу болып тұр да, барлығы түзу. Көзге де приятно. Енді төменгі кнопкалар кішкене сәл төмен болып кетіпті. Оны дұрыстай салайық сразу. Оппана, төмендеттік. Примерно осылай нормально болады. Опубликовать етейік. Ал енді корзина. Ең қызықты бөлім ол корзина. Корзинаны добавить ету үшін біз магазин дегенге кіреміз, корзина дегенге кіреміз и мына жерде как работать с корзиной деген бөлім тұр ғой. Соған басасыз. Енді мына жерде сізге бәрін досконально, негізі түсінген адамға мына жерде бәрі досконально жазылып тұр. Мынау стандартты блоктарда қалай қосылу керек, мынау жай мынандай блоктарда қалай қосылу керек. Ал енді бізге стандартты блок қажет жоқ. Біз өзіміз ерекше болғандықтан ерекшеленгіміз келеді, Сол себепті біз мына жерде ордер, название товара, мына жерде цена, мына жерде суреттің URL адресін қоямыз. Оны қалай жасаймыз? Мына жерде мен бағаны қоймаппын ғой, Дайте мен мына жерде сначала баға қойып шығайын. И содан кейін барып уже мына жерде 1000 теңге дей салайық. 1000 теңгенің бургері болса баратын сияқтысың ғой. Так, мына жерде роботы қояйық. Мына жерде біз жуандатайық. Мына жерде 34-ке қоя салайық. Аппана. Так. Мына жерде мен композициямен әуелі болмай қояйын, бірақ көзбен ұрып шығамын мына жерде. Көзбен ұрып шықтым. Көзбен ұрып шығайын. Тарсылап. Көзбен ұрып шықтым, тарсылап. Мына жерде мен, давайте 1900 теңге, 900 теңге болып кетті ғой. Мына жерде 2000 теңге дей салайын, мына жерде 4000 теңге дей салайын. Бағалар тұр бізде, Бағаларын қойып шықтық. Міне біз бағаларын примерно қойып шықтық. Мына жерде теңге дегенді. Енді кейде бір нейромаркетингте кейбіреулер айтады, бағаны қоймай қойған ол психологияға кішкене жақсы әсер етеді дейді. Өйткені теңге дегенде уже адамға психологически ақша деген сияқты, сатып алу керек деген сияқты стресс жағдай туындайды дейді. Соған байланысты мен кейбір сайттарда бағаны қоймаймын да. Мен білмеймін, екеуін оны тестировать ету керек, конверсиясы қаншалықты болады екен. Онда бір жақсы идея. Алдағы уақытта сіздерге де бір нәтижесін көрсететін болады.
сайтта бағаны қойғанда қаншалықты адамдар заказ тастайды, егер бағаны қоймағанда қаншалықты заказ тастайды, соны да бір тестировать етуге болады негізі. Так, ал енді бізге керегі мынаны мына жерде копировать етіп аламыз и сайтқа қарай өтеміз. Так, енді мына жерде біз заказать деген жерге осыны тастаймыз. Пицца Диабло деген скопировать етіп аламыз. Название товара деп тұр ғой. Сол название товара деген жерге пицца Диабло дейміз. Ал мына жерде 1000 деп тұрған жерге 900 қоямыз. И мына жерде URL деп тұр ғой. URL деген жерге мына жерде суреттің өзінің URL адресін копировать етіп аламыз да. URL деген бөлімге тастаймыз. Сохранить етеміз. Келесі жерде де дәл солай. Мына жерде скопировать етіп аламыз. Тастайсыздар. Мына жерде пицца 4 сыра деп тұр ғой. Вот соны скопировать етіп алдыңыз. Название дегеннің орнына соны тастайсыз. И мына жерде 1000 теңге дегеннің орнына бұл жерде соның бағасы болады. И мына жерде сіз мысалы корзинаны басқан кезде дәл осы пицца 4 сыра дегеннің суреті шығып тұру үшін URL деген жерге копировать етіп қоясыз. Болды. Ал енді мына жерде мен сізге айттым ғой, мына жерде плюсты басқан кезде шығып тұр дегенді дәл сондай схема ғой. Дәл осылай бір деп қоясыз, чтобы адамға көріну үшін ол бірнеше таңдай алады деген сияқты визуальный образбен көрсетесіз адамға. И мына плюс дегеннің орнына жаңағы мына URL адрес тұр ғой. Осы URL адресті қоя саласыз. Все, болды, сіздің ссылкаңыз активный болады. Бұған басты қатырып код жазу деген сияқты нәрселер қажет жоқ та. Опубликовать етесіз. Мына жерден де опубликовать етейік. И жасап тұр ма? Все, болды, жасап тұр ғой міне. Міне бастыңыз. Все. Ваше имя, ваша почта, ваш телефон. Енді бізге ваше имя, почта дегенде қалай біз дұрыстасақ болады. Соны сіздерге үйретейік. Ол үшін біз корзина дегенге кіреміз. Мына жерде поля деп тұр ғой. Поля деген жерде email бәрібір де қажет жоқ қой. Сіздерге самый главный номер болса болды. И мына жерде бізге мына жерде сізге көрсетіп тұрғандай адресін жаздық, самовызов и доставка деп тұр, мына жерде көрдіңіздер ме? Доставка курьера по городу 1000 теңге деп тұр ғой. Вот соны қалай жасасақ болады? Ол үшін біз мына жерде варианты доставки деген тұр ғой. Мына жерде доставка деп жазамыз. Сонда қоямыз, таппаны тастаймыз. Сонда самовызов дегенді жазамыз. Так, қоямыз. Енді доставка по городу 1000 теңге. Ал енді бізге осы 1000 теңге дегенді срабатывать ету үшін бұл осы 1000 теңге деген кезде жалпы товардың суммасы 5999 теңге да. Ал егер доставка по курьеру дететін болсақ, бізде 6599 теңге болып, ол өзгеру керек. Өткен доставканың бағасы 1000 теңге ғой. Ал енді біз бұны қалай жасаймыз? Ол үшін біз тең қоямыз да, оның орнына 1000 деген жазамыз. Сохранить еттік. Опубликовать етейік. Мына жерде сохранить еттік, опубликовать етейік. И бізде мына жерде басамыз. И мында номерімізді жаздық, допустим, топ жаздық, самовызов емес, бізге доставка керек. Все, болды, сізде жасап тұр ғой. Оформить покупку дейді. Адам оформить етеді, сіздің CRM системаңызға, немесе телеграмыңызға, немесе почтаңызға келіп түседі. Сіз оған звондайсыз, немесе сразу онлайн оплата жасасаңыз болады. Ал енді мына жерде корзинада сіздің жасаған оплаталарыңыз тұр мына жерде. Өшіріп жасаңыз болады. Жалпы корзинада бәрі сақталып тұрады. Ол да тамаша бір дүние. Так, біз енді көрдіңіздер да.
біз мында бағаларды қойып шықтық. Ал енді барлығы бізде, мысалға скопировать еттім жаңа. Барлығы кішкене құпия ретінде айтайын, басында менде дұрыс санай қалып, содан кейін видеоны қайтадан жазуға тура келді. Так, мен басында осылай скопировать етіп қойған болатын, барлығын сіздерге түсінікті болсын деп. Енді бізге клиенттер мысалы қиын болады ғой. Сізде бір ғана продукт емес, сізде бірнеше раздель продукттар. Сізде пицца бар, мына жерде, допустим, визуально мына жерде пицца болсын, напитки болсын да. Клиенттерге бүйтіп қарап түсіріп отырған оларға лейн да. Барлығы мынандай тиянақты, компактны болғаны әлдеқайда жақсы көрінеді ғой. Сол себепті барлық осы блоктардың барлығын біз қалай компактны қылып жинасақ болады. Ол үшін біз мына жерде меню деген бөлімге кіреміз. Меню деген бөлімде міне Mi 602 деген, немесе Mi 603. Осы екі менюдің біреуін таңдайсыз. Маған мысалы мынау ұнап тұр. Эксперимент жасайын қазір мен. И біз бұл менюді қалай іске қосамыз. Ол үшін біз настройка дегенге кіреміз. Настройканың ішінде ID код деген болады. Мынау ID код. Осы ID кодты копировать етіп аламыз. Мына жерде біз давайте пицца дейік. Пицца. Так, ағылшында тұр мынау. Пицца, давайте 25 сантиметров дейік. Пицца 25 сантиметров ID кодты скопировать и ставить еттік. Мына жердегі ID кодты не тейік. Так, мына жердегі ID кодты тоже. Мына жерде бургер дейік. Бургер. ID код. Бургердің ID кодын. Копировать ставить еттік. Ctrl-S, Ctrl-V. Және мына жерде, допустим, бұл бізде напитки болсын. Так, напитки. Так, мына жерде напитки бізде напитки. Енді мына жерде мынандай қателікті жібермеңіздер. Мына блоктардағы сандар тұр ғой, солардың барлығын өшірсеңіздер. Барлығын өшіріп тастайсыз. Бізде уже міне тұр да. Так, опубликовать еттік. Мына жерде тоже опубликовать етеміз. И көрдіңіз ба? Барлық компактны тұр да. Мынау бізде пицца. Вроде бы бізге енді напитка керек. Напиткамыз қайда? Напитка міне. Міне, барлық блоктарды бір блокқа жинап, біз шағын бір блок жасап шығардық. Бұл бізге компактны блок, клиентке де, сізге де ыңғайлы. Бұл жағы сізге түсінікті болды деп көрген ойдамын. Енді мына жердегі фондарды өзгерту үшін мына жерде өзіңіз жағаласып қарап қараңыз. Қарап көріңіз. Мына жерде пункт менюда шрифттарды өзгерте, пункттарды бәрін өзгерте беруіңізге болады. Ал енді вроде бұл осылар сіздерге бүгінге түсіндіргім келгені. Зер салып көргеніңізге рахмет. Егер каналым ары қарай дамысын десеңіздер, қазір лайк басып каналға жазылып, жұлдызшаны, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. И достарыңызбен бөлісіңіздер. Сіздерге осы сабақтарым пайдалы болды деген ойдамын.